Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз С витаминіне бай ас қорыту жүйесін жақсартатын, давленияны нормада ұстайтын, холестеринді төмендететін осындай айвадан біз варенье дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеомды соңына дейін қарап отырыңыздар. Ағзаға өте пайдалы айвамызды бірінші жақсылап жуып аламыз және ішіндегі дәнектерін тазалап алатын боламыз. Айваның өзін балаларға берсеңіздер өте пайдасы көп екен. Балаларды, кішкентай балаларда әсіресе іш қату көп болады. Сол үшін кішкене мөлшерде жас балаларға да беріп тұрсаңыздар болады. Шаймен де ішсе өте керемет болады. Мінекей, енемнің рецептімен бүгін дайындайтын боламыз. Осылай дәнектерін алып, ішін тазалап аламыз. Осылай енді жақсылап жуып алғаннан кейін, ішін тазалап алғаннан кейін турайтын боламыз. Айвамызды қалауларыңызға қарап кубик тәрізді, соломка тәрізді турасаңыздар да болады. Қалауларыңызға қарай мен осылай кубик тәрізді турадым. Басында кішкентай бөлікке бөліп қойып, кішкентай болмайды екен. Қарап тұрсаңыздар, қалғандарын сәл үлкендеп кесіп шықтым. Осылай наммен басып жеуге де күшті болады екен. Енді сәл үлкенірек кестім. Осылай барлығын турап шығатын боламыз. Неге осы турап жатқан кезде кастрюлямызға суды қойып, астын жағатын боламыз. Мен 2 кесе құйдым. 2 кесе құйсаңыздар, бірақ сәл қою болады екен. 3 кесе су құйсаңыздар жақсы болады. Енді суымыз қайнап шыққан кезде айваларымызды салып 4-5 минут қайнатып аламыз. Қатты жұмсақ болып кету керек емес. Сәл жұмсаған кезде айвамызды сүзіп алатын боламыз. Мінекей, менде уже 4-5 минутта жұмсақ болды. Мінекей, енді астын өшіріп сүзіп алатын боламыз айваларымызды. Мінекей, барлығын сүзіп алдым. Енді ситамен кішкене дәнектер қалған болса деп сүзіп алдым. Енді сол кесемен мен 1 кесе қант салдым және кішкене араластырып, астын қайтадан жағып қойдым газдың. Енді қайнап шығып 5-10 минут қайнаған кезде мен қайтадан айваларымызды салып, жақсылап араластырып қойып қойдым. Неге осы мен арасында араластырып тұрдым. Менде 2 сағат, 1,5 сағат, 2 сағатта пісіп шығады вареньеміз. Басында сары болады, осылай оранжевый болады, соңында қызарып күшті варенье болып шығады. Мен банкаларға, менде 1,5 литр шықты, 1 банкаға салып қойдым. Ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда әлі басқа да керекті рецепттер болады. Мінекей, осылай созылып әдемі цветте вареньеміз шығады. Мінекей, қанша уақыт ұзақ қойсаңыздар, вареньеларыңыз осылай цветі өзгеріп, күшті цветте, қызғыш цветте болады. Ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.